Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге өте оңай жасалынатын дәмді бауырсақтардың рецептін ұсынамын. Барлығыңыздың бауырсақ жақсы көретіндеріңізді білемін. Сондықтан мен үйде сүт болмаған жағдайда сумен ғана жасалынатын осындай үлпілдек жұмсақ бауырсақтың рецептін ұсынамын. Соңына дейін қараңыз. Алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет, оның үстінен тұз саламыз, 450 мл су құямыз, жылы су болуы қажет. Қасықтың көмегімен жұмыртқамен суды бірге араластырып, оның үстінен ашытқы және қопсытқыш барлығын салып алғаннан кейін кішкене қасықпен тағы да араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін 3 шай қасық майонез қосамыз. Майонезіміз біздің бауырсағымыздың жұмсақ болуына көмегін береді. Ұнымызды електен өткізіп алып, саламыз. Алдымен жарты бөлігін салып аламыз. Қасықтың көмегімен араластырып, ары қарай қалған бөлігін салып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз біздің жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Міне видеодағыдай жұмсақ, кішкене қолға жабысқыш қамыр илеп, 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Міне 1 сағаттан кейін осылай көтеріліп шығады. Қамырымызды алып, үстелге ұн сеуіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды бөлмей, бүтіндей үлкен етіп жайып, бауырсақ жасасаңыздар болады. Мен 2 түрлі бауырсақ болғандықтан 2-ге бөліп алдым. Осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Кішкене ұн сепсеңіздер болады. Жұмсақ, әдемі болып жайылады. Жайып алғаннан кейін видеодағыдай жасаңыздар. 4 бұрышты бауырсақтардың формасына келтіріп, пышақпен кесіп аламыз. Міне осындай қалыңдықта болуы қажет бауырсағымыз. Жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Міне орташа қалыңдықта болса, бауырсағымыз толықтай пісіп әдемі болып шығады. Барлық кесіп алған бауырсақтарымызды майлыққа жайып қоямыз. Екінші қамырды да оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне видеодағыдай жайып алғаннан кейін осылай жасап, дөңгелек затпен бауырсақтарымыздың формасын кесіп аламыз. Мен қамырды қатты жұқа етіп жаймадым. Бауырсағымыздың 5 мм болып кесілді. Осылай жасап көріңіздер, толықтай пісіп шығады. Арасы қазір пісу жолында да айтатын боламын. Кесіп алған бауырсақтарымызды майлыққа жаямыз. Оның үстінен беті қаясып қалмас үшін тағы да майлық жауып қоямыз. Майды орта отта қыздырып аламыз. Мен осындай шұңғыл ыдыс қолдандым. Қалауларыңызша табаға пісірсеңіздер болады. Бірақ майымызды көбірек құйғандарыңыз дұрыс. Аз болса бауырсағымыздың астыңғы жағы тез пісіп кетеді. Сондықтан бауырсағымыз әдемі көрінбей қалады. Майымызды міндетті түрде қатты қыздырып жібермейміз. Орта отта қызып тұруы қажет. Майымыз қызып кетсе, бауырсағымыздың сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Міне осындай сап-сары болғанша, алтын түстес болғанша қуырып алып, бауырсағымызды майдан сорғытып аламыз. Алған бауырсақтарымызды бір ыдысқа қағаз майлық төсеп салсаңыздар болады. Екінші түрлі бауырсағымызды пісіреміз. Бұл қарапайым тәсілмен кесілген бауырсақ. Бауырсақ пісіретін кезде ескеретін жайт, майымызды алдын ала бір бауырсақ салып, қалай қызғанын тексеріп алуға болады. Ары қарай қалғанын салып пісіре бересіздер. Өте оңай жасалынады және де бұл бауырсақтар келесі күні де өзінің жұмсақтығын ұстап тұрады. Міне барлық бауырсағымызды пісіріп алдық. Өте әдемі алтын түстес болып пісіп шықты. Қараңыздаршы. Және де сіздерге тағы бір құпияны айтайын. Бауырсақты таза жоғары сұрыпты ұнмен жасасаңыздар, осындай сарғыштығын әдемі ұстайтын болады. Сіздер де жасап көріңіздер және менің каналыма жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазақи түрлі дәмділердің рецептін ұсынатын боламын. Астарыңыз дәмді болсын, хош сау болыңыздар.